Назарбаев пен Тоқаевтың басқару жүйесіндегі айырмашылық бар ма? Жеке басқару жүйесін бірден демократиялық бағытқа бұрып кету өте қиын екенін мен қазір көзім жетіп отыр. Сенат жойылу керек дедіңіз. Біреулер айтқан екен, сайлау алдында не айтпайсың деп. Дұрыс реформалар басталып жатыр, бірақ оны жүйеге жеткізіп, жаңа өзіңіз айтқан, неге айтпайсыздар, ананы неге істемейсіздер деп. Соны іске асырайын десем, мынаған айтсаң, мынау сол баяғы көкем баласы, мынау баяғы көкем баласы, анер деді, мінер деді. Жалпы оппозиция ретінде таныталып жатсыздар ма өздеріңізді? Біздегілердің былай түршігіп қарайды, оппозиция ойбай жаңағыдай бір қоғамға қарсы, болмаса мемлекетке қарсы деп. Тіптен ондай емес. Кезінде Жармахан Тұяқбаев, Болат Әбіл, Әміржан Қосанов партияда болған кезде партияның қазіргідей ықпалы болды ма? Партияның ішінде көп түбегейлі реформа болып кетсе де болады, өзгерістер болды. Біз шын айтсақ, былай шекарын барын тазалап тастап, біз қазір шын мәніндегі жаңа социал-демократиялық бағыттармен сондықтан Шекарын дегеніңіз кімдер? Жаңағы бұрында жаңа айтып жатсыз ғой сіздер әртүрлі адамдарды, оны енді біз 85 мың теңгеге бүгінгі қымбатшылық заманда өмір сүруге бола ма? әбден ашынған халқы жағдайы болмаса, ол әркім артынан ереді. Ашығын айту керек, солтүстікте біраз әкімдер өз интересі бар. Олар жерлерді өздерінің ағайтусына алып алған. Ассалаумағалейкум, құрметті Баймеди YouTube арнасының көрермендері. Біздің арнамызда тағы да бір келесі әдемі сұхбат басталғалы тұр. Бүгінгі біздің қонағымыз, спикеріміз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының мүшесі, депутат Нұрлан Әуеспаев мырза. Нұрлан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұрлан мырза, жалпы еркіндік, әділдік, ынтымақ. Бұл сіздердің ұрандарыңыз, партияларыңыздың. Сайттарыңызға кіріп қарадық. Сонымен қатар Қазақстандағы авторитарлық жүйеге оппозиция болып табылатын еліміздегі бірден-бір саяси партия деп жазылып тұр. Мұнымен не айтқыларыңыз келді? Егер салыстырмалы түрде алса, осыдан біраз жыл бұрынғымен, дәл бүгінгі таңда әрине біз біраз жалпы қоғамда да, елде де көп өзгерістер бар. Шын мәнінде жаңағы ашық пікірлер айту, демократиялық бағыттарда біраз өзгерістер бар енді. Жасырмауымыз керек. Сонда бұрын авторитарлық жүйе кезінде құрылды партиямыз деп тұрсыз ма? Иә, бұл өзінің тарихы бар. Біз қазір 17 жылдай болды. Соның 17 жылдай болды. Соның 15 жылдан кейін әртүрлі негізімен партия келген 5 жылдай болып қапты. Оға дейін талай әртүрлі нәрселерді бастарына өткерген, бәрін болған. Үш түрлі жағдайлар болған. Ол өткен кезден бәріне мен жауап бере алмаймын. Мен негізі осы партияда болғалы біздің бағдарламамыз және осы партияның өзін алған бағыты мен көңіліме қонымды болғасын осы партияда. Мен одан бұрын басқа салада болдым. Сол біздің қазіргі бағдарламаның бәрі, былайша айтқанда, осы қазіргі жүргізіп жатқан саясаттың біршама ұқсас. Ол енді конституциялық реформадан бастап толып жатқан әртүрлі жасалынған реформалар. Біз 15 жылы бұрын айтып келе жатқан жаңа жергілікті әкімдерді сайлау, басқа осылардың бәрі былай кешен түрде алып қарасақ, біздің бағытымызға ұқсас. Сонда Назарбаев пен Тоқаевтың басқару жүйесіндегі айырмашылық бар ма? Біршама бар, ашық айту керек. Қазір белгілі дәрежеде жылымық бар. Ол кезеңде былай ғой, өзіні тарихты алып қараса, мүмкін сол периодтан біз өтуіміз керек шығар. Сондай өту керек болған шығар. Ал енді қазір біршама жылымық бар, біршама былай кішкене еркіндік бар. Қазір шыны керек. Бірақ сонымен қатар қазіргі заман ағымына қарай қоғамда өзі тәрбиелену керек. Жалпы біздің қоғамымызда, елде басқа мәселеге қарасты. Егер мысалға
демократиялық үрдіске бой алдық біршама десек, ол демократия не емес қой, анархия емес қой. Болса да бәрі белгілі бір тәртіп болу керек. Сондықтан осы арасы бізде бірде ары, бірде бері кетіп жатады. Жалпы осы оны сұрағаным, ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстан деп қазір бөлу трендке айналды ғой. Жалпы көбіне депутаттар да айтып жатады, ескі Қазақстан, қазіргі әділетті Қазақстанды орнатып жатырмыз деп жатамыз. Жалпы осы ескі Қазақстан жүйеге қызмет еткен, оның салмағының артыруына көмектескен олигархтар бар. Олар елдің сыртқа тасыған ақшаларын қазіргі таңда активтерін қайтару, елге қайтару бойынша қандай жұмыс атқарып жатсыздар? Негізі шын айту керек, алғашқы келгенде жалпы бұл әжептәуір жақсы екпін бар еді. Қазір енді соған байланысты комиссия құрылды, ол біршама жұмыстар жасап жатыр. Бірақ соның енді жариялауға онша емес. Ішінара былай хабардар қылады, ал ар жақта былай не істелініп жатқаны. Біз шын айтсам, мен жеке өз басым үлкен күрес, үлкен реформалар жасап, жаңа керемет өзгерістерге қарай бет бұрдық деп ойлағам. Дәл қазір екпін кішкене мен өз ойымдағыдай онша болмай тұрған кезеңдер бар. Бірақ енді жалпы сен қозғалыстар бар. Егер де қазір осыны біз дұрыс аяғына дейін дұрыс алып кетсек, біз жақсы дәрежелерге жетеміз. Ашықтық жоқ деп отырсыз. Неге дерге? Неге оны парламент төрінде айтып, алдарыңызға шақырып алып сөйлеспеске? Неге? Парламент төрінде көп мәселе айтылып жатыр. Айтылып жатқан жақсы өте өзекті мәселелер көтеріліп жатыр. Жақсы көтеріп жүрген депутаттар бар, жақсы бәрін айтып жатыр. Бұл айтылғанда бәрін, мысалға, бұл жылдар бойы кәдімгі құрсауланып қалған, мұна мұз болып қатып қалған жаңаға жеке осындай бір жеке басқару жүйесін бірден демократиялық бағытқа бұрып кету өте қиын екенін мен қазір көзім жетіп отыр. Оған көп күш керек, өйткені ол қанша реформа жасағанмен мұнда біз енді осындағы бар халықты, біз мұна ең басты өзіміздің сана сезімізді бір сәтте, бір мезетте өзгерте алмаймыз. Жаңағы айтып отқан ішіп жеп қалған адамдар ішіп жеп қалғанда енді екінші демократия болмаса осы екен деп алып жаппай қырып бәрін соттай бермес. Әр біреуді ұстап оны қылмысын дәлелдеу үшін ұзақ уақыттар керек. Оны істейтін жұмыстар сол қылмысқа баққан адамдар тексеріп жүргізіп жатса, ол енді нәтижесі бәрі нәтижелі болады деп ойлау да қиын. Жалпы осы активтерді елге қайтаруда сіздердің партияларыңыз қандай үлес қосты? Бұл мәселеде мен өзім де осы мәселені алғашқы, енді мәселені жүзеге асыру үшін заң керек қой, соған сәйкес заң қабылдағанда оны біз өзіміздің қолдайтынымызды және жүйелі түрде осы бағытта дұрыс жұмыстар жүргізу керек деп біз қолдағанбыз. Нақты бір сауал жолдап көрдіңіз бе осы бағытта? Сауал жолдағаннан бұрын біз осы бағытта өзіміздің қолдайтынымызды жариялыққа мәлімдедік. Мен өзім ол мәселе туралы біз фракцияның ұсынысын оқыдым. Жақсы, рахмет. Жалпы осы Теміртаудағы ArcelorMittal, қазіргі Қармет компаниясы, оны ірітіп-шірітіп, байлығын тонап кеткен Миттл деген олигархтан құтылдық. Оның орнына осы қазақстандық билікке қарасты адамның қарауына өтті. Жалпы бұл практика бізде орын алды, бірақ әлі де сондай көптеген компаниялар бар ғой. Байлығын қалтасына басып жатқан, жұмысшыларына жағдай жасамай отқан. Біз оларды да дәл осы секілді Қазақстанның үлесіне, жалпы қазақстандық азамат басқаратын инвестор тауып әкеле аламыз ба жалпы? Бізде негізі былай айту керек. Біздің партияда мынау национализировать етіп керек деген ірі кәсіпорындарды жаңағы сондай да ойлар ұсыныстарымыз болған негізі біздің партияның бағдарламасында.
Өйткені екінші жағынан алып қарасақ, оларды жүзеге аяғынан тұралап қалған кәсіпорындарды жүргізу үшін мемлекеттің шамасы келмей жатса, енді біз инвесторлар тарттық. Мәселе осы жерде. Инвесторлар тартқанда қандай инвестор тарттық? Жаңағы адал, шын мәнінде сол келісімшарттарға сәйкес жүргізілді ма? Я болмаса екінші жағы сол біздің келісімшарт жасасқан біздің жақтың адамдарының ой өрісі қандай болды, мүддесі қандай болды. Осы мәселелерді қарау керек. Егер де бәрі мемлекеттің мүддесі үшін жасалған келісімшарттар болса, онда инвестиция тарту да пайдалы. Ал кейде бізде керісінше көп нәрсені біліп, көріп тұрып, жаңағы мемлекеттің мүддені аз ойланған келісімшарттар бар. Енді оны көптеген оның бәрін оны да зерттеуге жақсы мамандар керек. Жаңағы алдын қатарлы. Сондықтан мен айтар едім, мына инвестиция тартудың өзінің де жалпылама уралап сол былай кетіп керек емес. Бұл жерде үлкен мемлекеттік мүддені қарап барып инвестиция тарту керек. Оны жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мемлекеттің пайдасына аз пайда келетін келісімшарттар деп. Оларды бұзуға не кедергі? Оларды бұзуға біріншіден жаңағы кейбір келісімшарттар көп жылға жасалып қойған. Сосын оның ішінде тағы да мынандай мәселе бар. Кейбіреулер менде сызықтап ойларым, неге тез бүйтіп жүрмейді. Сол мәселе келіп, былай зерттеп қараған кезеңде, егер де біз қазір шетелден тартқан инвесторларға өзіміздің келісілген келісім шарттарды мерзімінде өзімізге тиісі, өзімізге міндеттерімізді дұрыс орындамай бет алды бұза беретін болсақ, онда біз инвестиция тарта-алмай қаламыз. Ол жағы да бар. Сондықтан сол мәселелер қарау керек. Сонда жаңағы келісім шартта нелер көзделді? Солар дұрыс орындалып отыру керек. Біз жаңағы инвесторлар, егер ол орындалмай жатса, олар да бізден қашады. Ал енді екінші жағы, әрине сол басынан дұрыс келісімшартта жасалмаған мәселелер бар. Сондықтан кейбіреулерін кішкене күте тұру керек. Бірден біз қазір мына бүкіл жүйені аласапыран қалып жүрместен бұрын жаңағы мәселелер. Ал екінші жағынан сол келісімшарттарды жасаған соны может сол кезеңдерде солай керек болды ма, болмады ма, мәселе сондай ғой. Ол кезеңдегі саяси жағдай, басқа желдің ішінде экономикалық жағдай, осы мәселелерін бәрін қарап, мүмкін сол кезеңде басқа выход болмады дейінде, басқа бір жолы болмаған шығар, сондай моменттерде болуы мүмкін. Екінші жағынан қасағана дейістелінген тірліктер де болуы мүмкін. Осыларды бұлай зерделеп келіп, сіз білесіз бе, осының өзіне де жақсы мамандар керек екен. Бізде жоқ болса ондай мамандар? Енді бар ғой, енді өмір қалыптасып, қазір ол мәселелерді қарап жатыр. Бірден енді мысалға бізде жаңа бас прокуратураға бір көптеген былайша айтқанда полномочия берді, мүмкіншіліктер берді, осыны қарауды. Оларда да жұмыстар шаш етектен. Енді сондықтан белгілі комиссия жұмыс істеп жатыр оны. Айтпағым, сел қозғалды, жалпы кәрметті өз қарамағымызға алдық. Енді келесі деп қадам-қадаммен келесі компанияларға өту жайлайды ғой. Жалпы бұл жерде өзіңіз айтқандай кейбір келісім шарттар 90 жылдары құралған. Сол кездегі салықпен, сол кездегі бағамен, сол кездегі валюта көрсеткішімен. Қазір енді олар қарасаң құнсыз ғой қазір сол кездегі цифрлар. Өкінішке орай ондай жағдайлар өте көп бар. Енді мен мысалға жаңа сіз Карметті айтып қалдыңыз, соған байланысты бір кезінде соға дейін әлі ана Миттал істеп жүрген кезінде біз бір жұмысшы топпен сол жердегі жағдайларды көруге барғанбыз. Шынында да жағдай мүшкіл тұғын, ол әлі авария болмай тұрған кезеңде цехтардың ішінде жаңағы тазалықтың өзі жоқ. Мен өзі бұрын Қорғасын заводта істеген, бір 10 жыл істеген, мен олсын сонда өндірістің заводының жағдайларын білем. Анерде техника қауіпсіздігі, басқа сондай бір баяғы одақтың кезіндегі тәртіп жоқ, ананы мен көргенімде. Қазірде де сол. Енді біз ауыстырып тастадық қой. Керемет өзгеріс көріп жатқан жоқ. Өкінішке орай. Жақсы, рахмет. Сіз осыдан 2 жыл бұрын президент сайлауына қатыстыңыз, иә? Сол кездегі сайлауалды бағдарламаңызда
Сенат жойылу керек дедіңіз. Не үшін олай айттыңыз? Ал енді біреулер айтқан екен, сайлау алдында не айтпайсың деп. Бір сол кезеңде негізі мемлекет басқару ісіне араласпай тұрған кезеңдерде, осын былай қарасан, бізде соншалықты үлкен армияның не қажеті бар басқа деген. Ал бүгінгі таңда мына саралай соттай келе, бізде мына ол кезеңде де қазірде ойымыз тепе-теңдікті сақтау, биліктің тепе-теңдігін сақтау. Бізде жаңағы күштіп жаңағы президент, парламент жүйеге бір шақты ауысу, сондай бағыттар ойлағанда, біз жалпы ол жерде шын мәнінде ойлағанбыз, сондай әңгімелер болған. Ал енді қазір қарасақ, кейбіреулеріміз тағы айтып отыр ғой. Қазір мынау президенттік жүйеті босатып жібердік, бізге қатал тәртіп керек деп жатқан адамдар дауыстар естіп отыр. Бір жағымыз айтып отыр, мына демократиялық деп. Демократияның өзін аяғына дейін түбегейлі түсінбей жатырмыз. Ол ойға келгенді істеуіміз қой. Ал екінші жағы қатал тәртіп керек деген заңдылық керек. Заңдылық сақтау керек. Заңды қабылдадың ба? Оның заңдылық керек. Осы сол мәселесі. Ал жаңағы қатал тәртіптен бұрын заңдылық сақталу болса, сонда біз нетеміз. Ал оған қоғамда дайын емес. Өйткені біз енді біртіндеп осы мәселе, осы қазір шығарып отқан заңды қазір бір күліп отыр ғой, мына штрафтан болды, ана болды, мына болды деп. Бір кездерде білесіз ба, көшеде қайыр өсерді түкіріп кетсе, соған қой деп қоймады. Сосын штраф сала бастап еді, сразу тыйылды. Сондай әр нәрсеге қалыпты жағдай керек. Керек болған уақытта, ол да заңды өзгереді. Қоғам әлі бұл мынау шығарып отқан заңдар мен қоғамның ойлау бәрі бір қатар жүру керек қой. Сонымен бірде озып отамыз, бірде кешелі деп отамыз. Сонымен Сенат керек. Сенат қазір бүгін таңда қазіргі жағдайда енді ол өз жұмысын атқарып жатыр. Сіз сол кезде 2 жыл бұрын осы жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, сайлау алдында адам не демейді деп. Зерттеп көрдіңіз бе жалпы сол кезде? Зерттеп пайымдап айтылған пікір ме еді бұл дегенім ғой, әлде қандай да бір осы халыққа ұнау үшін айтылған сөз ба? Жоқ, бұл тек қана халыққа ұнау үшін емес, жалпы сол кезеңде өзіңіз білесіз ғой, ол кезеңде жаңағы былайша айтқанда президент көшті, президент болып тұрған кезеңде еще оған қосымша былайша айтқанда Сенат енді жаңағы көптеген президенттің қолдауындағы нәрсе ғой. Сондықтан осы шамалық жаңағы қаталдық, сосын шамалық, сол қатал кезеңде ойлаған бұнша не қажет бар деп. Ал қазір қарасам, ол салыстырған былай қара. Қазір енді дұрыс реформалар басталып жатыр, бірақ оны жүйеге жеткізіп, жаңа өзіңіз айтқан, неге айтпайсыздар, ана неге істемейсіздер деген. Соны іске асырайын десем, мынаған айтсаң, мынау сол баяғы көкем баласы, мынау баяғы көкем баласы, анердеді, мінердеді. Олар тыңдайды, орындағысы келген сияқты. Сосын олар сылғыртқа салып, ұмышақтық, кейін ол жүзеге аспай жатыр. Неге? Өйткені бұрынғы жүйеде қалған адамның өз болмаса да көлеңкесі, баласы, бірдеңкесі әйтеуір сол жерде. Олар ешқандай жасалып отқан реформаларға құмбыл емес. Осы кезеңде біз қалай болғанда да жаңағы дұрыс бағытта алған президент болса, соның айналасында топтасуымыз керек. Елдің ауыз бірлігі керек. Елді күшейтетін болсақ, біз жаңағы айтып отқан заңдылықты жүзеге асуын ең басты мәселе болу керек. Соны кейін мен айтып отқан, Сенаттың мына қазір көмектесіп керек екен деп. Көкенің балалары қай жерде? Министрлікте ме әлде Сенатта? Көп жерде. Бар жерде бар. Бар жерде бар. Енді қарасаң, табиғи нәрсе ғой енді. Бұрын бізде 30 жыл басқарған мәселеде сол бар адамдар бір күнде бір жаққа ұшып жоқ болып кетпейді ғой. Олар мысалға ол кеше ғана жаңағы мемлекеттің бюджеттің ақшасын тонап ішіп жеп жатса, сонымен рахаттанып тайраңдап жүрген адам енді қазір алып, ойбай мына өзгертік ма, әкеп мына ақшаны мен ұрлап қойдым ма, ал дейді ма? Енді қазір көріп жатсыз ғой қандай жатқан. Бұл бірақ негізі осы
қадағалау, жаңағы осы айтылып жатқан мәселе сын ескертпелеу, жаңағы адамдардың жаңағы шетелге жіберген қаржыны басқаны бәрін қайтарып әрекет жасау, аз болса да там-тұмда істеп жатқан, ол әсер етеді. Сонда адамда ойлау керек. Егер біз қазақ ұлтына, біз қазаққа ең бастысы бірінші кезекте мен өз елімді, отанымды, өзім халқым, бауырларым тонап отыр екен ғой. Осыдан неге? Одан кейін мен тонасам бәрібір түбінде бұдан құтылмайды екен ғой. Ең ақырында мен егер соттамасам, мына халқың қарғысына қалады екен ғой. Мына халқы не деп жатыр? Жерден алып, жерден салып жатыр. Осындай бір ана жанына бату керек қой, сонда әрбір біздің азамат ойлау керек. Мен ұрлағаннан абырой таппаймын деп. Ол ертелі кеш ашылады, ол ертелі кеш осыны жауап бересің деп. Содан ғой ана айтатын молдалар, анаға барғанда Алланың алдында не жауап бересің деп. Не жауап бересің? Конституциялық заңнан қорықпай ұрлағандар халықтың қарғысынан қорқады деп ойламаймын мен. Ол енді ондай бар шығар, бірақ шындық келгенде ертелі кеш біршама әділдік орнайды. Ол енді ұрлықтың түбі бір там дейді ғой. Көп адам оның бәрібір біраз байлықты қайтарып, қалыпқа келу. Ең құрғанда іштегі жүрген ұрыларымыз кішкене аяғын тарту керек қой. Жақсы, рахмет. Ол екінші поколениеде дұрыс балдар шығады. Жалпы ұлттық компанияларға көңіліңіз тола ма? Олар мысалы ұлттық компаниялар дивидендтерін қазынаға қайтаруы керек, жалпы заң бойынша. Бірақ қайтарып жүр ме? Олар сіздердің алдарыңызда есеп бере ме? Бұл енді үлкен мәселе. Мысалға кезінде самұрық қазына басқа олардың негізі басында білмеймін қандай бағытта не үшін. Олар мемлекеттің ішінде мемлекет болып кетті ғой. Ешкімге бағынбады, алған ақшасын кейін қайтаруды қойды. Қайтару не? Олар оң солды шашты. Оны былай қалай алып қарасаң да, ол біздің мынау елдің халықтың байлығы мысалға. Ал енді соны тиімсіздетті. Сондықтан бұл салада да үлкен реформалау керек, оны әлі дұрыстап ойлану керек. Ол жерлерге қазір әлі көбісін тіс батпайды. Сондықтан бұмен түбегейлі айналысы керек. Мен ойлаймын, осы бағытты алып жүргенде жастардан әлі жақсы сондай бір азаматтар шығады, жігіттер шығады, осының бәрін түбегейлі түсініп, соған байланысты соған келтіруге. Ең бастысы қазір алғы шарттар жасап жатқанымыз, ол мені кішкене көңіл қуантады. Не үшін тісі батпайды? Қазір әділетті Қазақстан дейміз, жаңа реформа дедіңіз, жаңа жүйемен жұмыс істеп келе жатырмыз дедіңіз. Мысалы, жаңа өзіңіз айттыңыз, қарапайым мысалы, көшеде түкірген халықты айыппұл салып тоқтаттық, бұларға не кедергі тоқтатуға? Әділетті Қазақстанда. Әділетті Қазақстанда мен ойлаймын, мынау реформаларды жүргізгенде ол сол жүргізген биліктегі адамдармен бірге халықпен түсіністік тауып бірлесіп бүкіл халық қоғам болып жұмыс істеуіміз керек. Бізде қазір кішкене сол жерде аса ойдағыдай бірлік жоқ. Халықтың өзін қазір манипуляция жасап, жаңағы бұрынғы жемқорлар өз жағын тартып алуы мүмкін. Оларда қазір экономикалық басқа да жағдайлары жақсы. Олар сол өздерін жақсы көрсету үшін әртүрлі жағдайлар жасап отыр. Енді былай алып қарасаңыз, елде соңғы кезде анерден апат, мінерден апат бәрі. Енді бұны бір Алла біледі. Алланың қалауымен болып жатыр ма, жоқ басқа біреулердің әрекетімен жасап жатыр ма. Сондықтан бұл жерде мен айтып жатқаным, өзің сияқты ойлайтын барып, бәрін үйтіп қырып жүреміз деп. Сөйтсек, бұл тұтас баған мұз, оны кеміріп құлату біраз жұмыстар керек екен. Өзің тайып құлайсың десеңші? Тайып құлайсың. Шын адал жүрген адам күйіп кетуі мүмкін. Өйткені көрдіңіз, әділетсіздікті түбегейлі жою ол көп жұмыс, ол бүкіл. Сондықтан қоғамның санасын өзгертуіміз керек. Ол мұзды жағу үшін тағы қанша уақыт керек? Бұл тек қана ішкі жағдай емес. Мысалы, қазір геосаяси жағдайды алып қара, бәрін жан жағын қара. Сондықтан
мен ойлағам бар көп уақыт керек деп. Қазір алып қарасаңыз, жалпы біздсіз ақ әлемдегі жағдай біздің ішімізде дегенде өзгертеді. Теңселіс бар ол жақта. Сондықтан бұл мәселені тез түсінуді ғой. Сондықтан өзгерістер болады. Ең басты, бірақ мен айтып отқаным, соғыс болмасын. Ел біз сияқты өз әлдерін тұрған, тәлтіректеп тұрған осы қазақта айтады ғой, бір күн ұрыс болған үйде 40 күн берекесі кетеді деп. Сондықтан соғыс болмасын. Бәрін біз жоғары деңгейдегі парасаттылықпен, түсінікпен, бірақ үздіксіз жаңағы демократиялық бағытта жұмыс жасап өзгерістер келгізуіміз керек. Сұрағыма жауап бермедіңіз. Қанша уақыт кетуі мүмкін? Оны енді мен шын айтсам, ондай мәселені айта алмаймын. Тағы 30 жыл күтеміз бе? 10 жыл емес, бір жақын арада болуы мүмкін, көп жылдар күтуі мүмкін, үнемі болуы да мүмкін. Ол айтып отырмын ғой, біздің қоғам өзгеруіне байланысты, жаңа жасалып жатқан көптеген реформаларға байланысты. Бізде мен кейде бір қауіптенемін, енді мысалға бір елдер болады, кішкентай елдер. Оның сыртқы күштер басқарады, мысалға, бет-аулақы. Сонда олар жаңағы сол елдердің басшылары анау біреулердің ыңғайына қарап сөйтеді. Сосын анау бір ауызбірлік болмаған елде елдің анауғанда сатылады, мынаған сатылады, сондай болып кетеді. Сондайлар болмас екен деп білемін. Жақсы, рахмет. Жалпы өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, халық қазір штрафстан деп атап кетті. Расымен де Протенге кезет сайтына кіріп қарадық. Биыл, әлі жыл аяқталған жоқ, 10 миллион 700 мың қазақстандыққа 204 миллиард теңге айыппұл салыныпты. Жыл аяқталған жоқ. Ал былтыр әкімшілік айыппұл сомасы 142 миллиард теңге болған. Сонда былтыр қарағанда 60 миллиардқа артық. Және де пандемияға дейін жыл сайын шамамен 6 миллион қазақстандық айыппұл салынып келсе, қазір енді оның саны 10 миллионнан асты. Расымен де штрафстан болып кеткен жоқпыз ба? Бұл бір жағынан былай шыққанда шынында бір кейде болады ғой, енді асыра сілтеушік баяғыда да болды ғой. Сондай болып кетпесе деп ойлаймын. Екінші жағынан, егер де бізде қоғам өзгеріп тұр ғой. Бағана бір мен жай әлеуметтік желіде бір мәселені қарап отырмын, сонда әңгіме болып жатыр. Ауылда бір үйдің қасында келіп көмір түсіргенде енді қысқа дайындық. Содан жаңағы нетсе, ана кісі айтып жатыр. Баяғыда мынау қазір ана үйге, көршінің үйіне көмір түсірсе, айтушы еді бала, үйіндегі балаға, неғып отырсың, ана көршіге барып көмектесейші, ана көмірдің қорасына кіргізіп беруге, бәрін жабылып істеп деп көмектесін. Онда түсінік басқа тұғын. Қазір біздің түсінік басқа. Сол алып келіп жатыр. Мына штрафсан қылуға, болмаса штрафты көбейтуге. Өйткені тәртіпсіздік бірінің үстіне бір ары-қарай жамалып жатыр. Сен қайтесің, мен қайтесің, анау ұрлады, мен де ұрлай берем, анау бүлдірді, мен де ұрлай. Көшеде кейде қарап тұрсаң, мен осы Астанада Көкталда бір остановканы бір бала ашинен әшін кеп теуіп сындырып жатыр. Барып қарасаң, дені дұрыс, есі дұрыс адам. Неге сындырып жатсың? Ашин. Не үшін Пәленбай мың тұратын жаңағы остановканы қоршап қойған жаңағы стеклоны аяғымен тепкілеп жатыр. Енді ақымақ дейсің, ақымақ емес, бәрін білетін адам әшін теуіп жатыр. Не үшін? Сондай мәселелер бар. Жаңағы сол сияқты әр жерде, ана жерде қағырып кетеді, нерге түкіріп кетеді, машинаны қай жерге жерге қойып кетеді. Жаңағы сондай майда шүйдеден басталады. Бірақ мына жерде көріп тұрсыз ба, халыққа шамалы ұнамай тұрғаным, штрафтың бәрі қарапайым халықтан басталған сияқты да. Иә. Ал значит, мен ойлаймын, ары қарай біз жоғары шығамыз. Енді ары қарай акулаларға шығамыз. Олармен шайқасу үшін мына тыл мықты болу керек. Халықтың күші әрдайым керек. Сонда барып біз нетеміз. Енді барлық тәртіпке шақырылса, ары қарай ол халықта тәртіп болуын талап етеді. Күреседі. Жақсы, рахмет. Жақсы, сол айыппұлдар, өзіңіз айтпақшы, белгілі бір саланы жақсартуға жұмсалу керек, былай қарасаңыз, бірақ айыппұлдың суммасы өсіп жатыр, айыппұл алатындар, арқалайтындар көбейіп жатыр, бірақ жолымыз сол қалпы. Мектебіміз сол қалпы, 2 ауысым, 3 ауысыммен оқимыз. Балабақшада орын жоқ. Қайда кетіп жатыр ол салықтың ақшасы?
Дұрыс айтасыз, бірақ енді айыппұлдарды енді ғана мына жақында кіргізіп жатыр ғой, ол әлі жоқ, бұған дейін де салынып келді бұған дейін де салынды, иә. Бірақ ол өзі қазір мысалға мен ойлағам, жаңағыдай массовый адамдарды жаңағыдай коррупциялық жаңағы тәуекелдері бар аймақтардың бәрін жаңағы тексеріп, жаңа қылмыстарды ұстап соттағаннан кейін көп біршама болса да аяғын тартып азаяды екен деп. Кей жерлерде керісіп отыр. Одан сайын асып баратыр. Неге әлі значит мына біздің жасап жатқан бағытымызға, реформаларымызға әлі мойынсынбай тұрған адамдар көп. Өйткені олар шексіз байлықтың иесі болып тұр. Шексіз байлықтың иесі болғаннан кейін көп нәрсе бізде қазір айтады ғой, бәрі ақшаға сатылып кеткен деп, сондықтан болып тұр. Сондықтан бұл осы бір периодтарды біз бәрібір жеңуіміз керек. Біз ол басымыздан кешеміз оны енді. Ол бізге ұнаса да, ұнамаса да осындай бір кезеңдер болады. Ары қарай егер де біз қазір осыған қалыптасып үйренсек, ары қарай жақсы керек. Ал енді бір жағы, білесіз ба, ол соғыстан бұрынғы жылдары жаңағы Германияда сондай әңгіме бар ғой, автобусқа мінгенде көп адамдар билет ақша төлемей жүрген. Абонент болған ғой, компостерге салатын. Содан кейін бір күнде тексергенде алғанда аясыз жаңағы билет төлемегендер дала шығып есің алдына ат тастаған бар. Сондай әңгіме бар да енді, оны үшін рас өтіп. Содан кейін адамдар, олар өзі неміс халық өте тәртіпті халық қой. Олар уже автобуста кіреді, ешкім сұрамаса да, жаңа абонентті компостерге басады да, бүйтіп көрсетеді. Или билет өтетсе, билетін алды да, бүйтіп көрсетеді, міне мен алдым деп. Оның ішінде адам бар болсын, жоқ болсын көрсетеді. Қашқандай тәртіп. Ол миында жақсы сақталады. Сондықтан біз қайтып жатырмыз. Енді Қытайда да жаңағы қылмыс жасағандарды ат тастау, басқа осындай. Кейде соншалықты ашу-ызаға булыққанда ойлайсың, осы жаңа коррупционерлерді, жаңағы үлкен қылмыс жасағандарды ешқандай несіз халықтың алдында сондай атпаса дұрыс шығар, ондай да ойлар айтып жатыр ғой. Бірақ екінші жағы қарашы, біз бір жағы демократиялық қоғамға барғымыз келеді, екінші жағы оған жаңағы кедергілер көп болып жатыр ғой. Сондықтан сондай бір әртүрлі ойлар болады. Бұл кезеңнен де өтуіміз керек, өтеді. Біз шындап келгенде өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Жалпы сіз өзіңіз айыппұлды жиі аласыз ба? Көлік жүргізгенде, немесе тағы да басқа қоғамдық орындарда? Мен айыппұлды көлік жүргізгенде көп жағдайда алдым, біраз көп жақсы алдым. Сосын кейде әділетсіз алдым ау деймін, өйткені солай деп ойлап қаламын да. Содан кейін барып дауласып, ана неге барсам, олар камерамен суретін көрсетіп береді. Сосын ары ойланып, бері ойланып, анау не видеокамера алдым. Енді жай ешқандай 60-тан асырмай мынау полосаны сақтаймын. Бірақ баратын жеріме кейде кешігіп барамын, енді амалым жоқ, қайтемін. Тәртіп сақтау керек дейсіз. Тәртіп сақтау керек. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздер қазір парламенттесіздер. Жалпы өздеріңізді қазіргі оппозиция ретінде есептейсіздер ма? Жалпы оппозиция ретінде таныталып жатсыздар ма өздеріңізді? Бұлай дұрыс түсіну керек. Оппозиция деген не өзі? Ол ашин, бұлай алып қарағанда, біздегілердің бұлай түршігіп қарайды, оппозиция ойбай бір жаңағыдай бір қоғамға қарсы, болмаса мемлекетке қарсы деп. Тіптен ондай емес. Әшейін көз қарас бұл. Мысалға, сіз мына қараған мәселеңізге, мына жарық сізге бір жап-жарық қысап тұр, бізге сәл жарық, бірақ дұрыс көмескі жері бар сияқты, соны алып тастайық деп айтамыз. Ол сізге ұнамайды. Сосын дауласамыз. Міне, біздің көзқарасымыз кейде келіспей жатады. Сол-ақ. Сондықтан бұл жерде жаңағы халыққа айтып жатқандағыдай, бізде де бір көзқарастар бар ғой, ұнамай тұрады. Бірақ біз екінші жағынан енді қазір тәртіпке де бағынамыз. Сондықтан белгілі мөлшерде айтамыз. Даже мысалға кеше бюджетті бекітіп жатқанда бізге ұнамайды, біз қарсы даусымызды бердік, басқа не дейміз? Шығып алып нерге барып төбелеспейміз ғой енді. Болмайды, өйткені бізде елдің ішінде
алауыздық туғызбай тәртіппен, бірақ саналы жүйеде біз жаңағы заңдылық сақтай отырып, біз әділдікке жетуіміз керек. Сол. Жалпы оппозициялық партиясыздар бірақ. Солай айтып жатыр ғой, бірақ енді қалай бармыз, солай бармыз енді. Айтады сондай деп. Біз осында бір керемет бір оппозициямыз басқа деп көрсеткіміз келіп тұрған жоқ. Қалай бар, солай бар. Айтатын жерде айтамыз, айтпайтын жерде айтпаймыз. Өйткені қазір бізде кеңірек ойласаң, ауқымды ойласаң, біздің ішімізде елдің ішінде алауыздық туғызу қажет емес. Геосаяси жағдайды көріп тұрсыз, басқа жағдайды көріп тұрмыз. Біз осындай кезеңдерде жаңағы не дейді, анау итбалықтан тартқандай осындай нәрселерді де жасағым келмейді, түсінікпен. Бірақ біз анау әділетсіздікке, заңсыздықтарға төзгіміз келмейді, шын айтсақ. Бірақ сонда да жаңағыдай ойларды айтамыз, айтатын жерінде, айтпайтын жерде мұнда айтпаймыз. Өз солай. Жалпы ЖСДП Қазақстан тарихында ең тағдырлы партия деп айтуға болады, иә? Қаншама қиындықтарды артқа тастадыңыздар, бірақ дегенмен де 8-ші шақырылымға өттіңіздер парламентке. Қазіргі уақытта осы партияның ең шарықтау кезеңі, өрлеу кезеңі деп айта аласыз ба? Партияның біріншіден деуге болады, екіншіден біз әлі үмітіміз бар. Қазір әлемдегі көп өзгерістерге байланысты біздің елде алдын қатар ерлерге жылжыса, мен сізге айтайын, социал-демократиялық партия бізде мынау Қазақстандағы бір осы біздің партия қана шетелдегі социнтерн деген үлкен ұйыммен мүшесіміз. Ол жерде 140 көптеген әртүрлі қозғалыстағы жұмысшы, қозғалыс, социалистік, социал-демократтар бірнеше ұйымдар біріктірілген. Ол үлкен авторитетін ұйым. Оның бұрынғы жаңағы президенті Төрағасы қазір Біріккен ұлттар ұйымы басқарып отыр. Жалпы Европа соңғы 100 жылдықта осы социал-демократиялық партияның негізінде дамып, бүгінгі жағдайға қалай жетті, сондай жағдайға жеткен ел. Сондықтан олардан кейбір мәселелерді алуға болады. Бәрін емес. Біз ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, социал-демократия бағытта дамуымыз керек. Демек, шарықтау кезеңінде, бірақ одан да әрі шарықтай береді. Қазіргі әлемдегі үрдіс егер дұрыс бағытта жүрсе, көп елдер социал-демократиялық бағытқа көшеді. Өйткені, мысалға бұрын біз коммунистік жүйеде ол басқа еді. Енді қазір бізде үлкен капиталистер бар, басқа бар. Еңбек етіп, егер жұмысы ұйымдастырып алдын қатарлы азаматтар болса, байса байсын, қанша байса байсын. Бірақ оның бүкіл байлығы, еңбегі осы елдің ішінде, осы елдің халқына қызмет жасау керек бәрі. Сол бағыт. Жалпы кезінде Жармахан Тұяқбай, Болат Әбіл, Әміржан Қосанов партияда болған кезде партияның қазіргідей ықпалы болды ма? Болды ғой, әртүрлі кезеңдер болған. Мен енді бұрынғылардың бәрін жете оны түсіндірмеймін. Бізде қазір өйткені былайша айтқанда түбегейлі өзіміздің партияның ішінде көп түбегейлі реформа болды десе де болады, өзгерістер болды. Біз шын айтсақ, былай шекарының барын тазалап тастап, біз қазір шын мәніндегі жаңа социал-демократиялық бағыттармен. Сондықтан шекарын дегеніңіз кімдер? Бұрында жаңа айтып жатсыз ғой сіздер, әртүрлі адамдарды, оны енді біз әрқайсына сараптап не бере алмаймын, өйткені мен оны бәрін толық білмеймін. Сондықтан айтып жатқаным, бізден әлемдік тәжірибе алатын жерлер бар. Мысалға, сондықтан жаңағы ол партияның өміршеңдігі, оның бағыты көз алдымызда көруге болады. Бір елдер оны дұрыс пайдаланды, бір елдер онша емес. Ал бірақ бізге осы бағыт негізі ұнайды. Өйткені бұл нағыз әлеуметтік және демократиялық бағыт. Оларды шек-қарын секілді тазалап тастайтындай қандай қателіктер жасады? Қандай қателіктер болды? Мен енді оны бәрін түбегейлі айтамын, әрқайсының жеке-жеке тарихы бар. Біз бір-екі рет маған дейін бір-екі рет
бойкот жариялаған екен, басқа сындай нелер болған. Анау енді ол жерде көп саяси мәселелер. Оның бәрін мен қазір мен 19-шы жылы келдім неге. Жалпы саяси сабақтастық деген бар, иә? 2006 жылы құрылған, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, партияларыңыз. Қазіргі уақытта ардагерлеріңізді шақырып, құрмет көрсетіп, жиындарға шақырып тұрасыздар ма? Мен өзім ардагерлерге үлкен құрметпен қараймын. Барлық олар енді бұрын не істеді, ол істеді, мен бірақ олармен үлкен құрметте қараймын. Біраз білетіндеріме бәрімен барынша жақсы араласуға, сыйластыруға мүмкіндік болса, оларға кезекші құрмет көрсетуге әрдайым дайынмын. Жармахан Тұяқбаев ше? Ол да партияның негізін қалады ғой, негізі ол кісі? Ол кісі негізін қалады. Ол кісі туралы мен өте жақсы пікірдемін. Өзі былай өмірде де жалпы енді партиялық істе көп араласқан жоқпын. Өйткені мен ол кезеңдерде Серпулов Абдилдің партиясында бірге болдым, ол кісінің қолдан. Сонда кейде былай кейбір жиындарда жалпы көрем, ол кісіні өте құрметпен қараймын. Ол кезеңде басқа кезең болды ғой. Қазіргідей мүмкіншілік берген жоқ қой. Қазір бізге мүмкіншілік беріп тұр ғой. Қазір қайда ол кісі? Қазір мен білуімше соңғы неде Алматыда деп естідім. Жалпы бұл кісі туралы сұрағанымыз, Жармахан Тұяқбаев кезінде Назарбаевтың басқару реформасына қарсы шыққан санаулы азаматтардың бірі, адамдардың бірі. Жалпы ол кісі Назарбаевқа ренжіп кетті ме? Білмейсіз бе? Оны мен түбегейлі білмеймін. Ол білмейтін нәрсені шын айтсам айтқым жоқ. Жақсы, рахмет. Жалпы енді елдегі жағдайға оралсақ, біз өзімізді мұнайлы мемлекетпіз дейміз. Мұнайлы мемлекетпіз, жалпы өз шығындарымызды өзіміз жабуға қауқарымыз жетеді негізі былайша айтқанда. Бірақ қараша айында өзіңіз де куә болған шығарсыз, ұлттық экономика министрі ұлттық қордан 2 триллион теңге сұрап келді. Бюджетті жоспарлауға. 2022 жылы 4 триллион алған екен, 2023 жылы былтыр тағы да 4 триллион алған. Жалпы сонда біздің ұлттық қор осы министрлердің үкіметтің жыртығын жамауға арналған қор болып қалған жоқ па? Дұрыс айтасыз. Енді қазір енді солай көрініп тұр ғой. Бұл жерде жаңа бағанағы сіздің берген алғашқы сұрақтарға осы жерден жауап іздеу керек. Мысалға, сол бұрынғы кезеңдерде жаңағы оны да сараптап қарау керек. Мысалы, сол жаңағы бірінші президенттің кезеңінде, мүмкін ел тұралап тұрған ауыр кезеңде сондай бір бейшара келісімдерге керек болған шығар. Бірақ заман өзгерді, қазір қалпына келді. Өйткені ондай келісімдерді кейін болашақпен, қазір мына кішкене болса тұралап қалған кезеңде аяғымыздан тұрып алайық. Егер параллельно сол мамандарымызды дайындайық, экономикамыз көтерейік, басқа қылайық, сонымен бірлесіп істейік. Кейін қайта қарарымыз десе келісімшарт, ол мен көңіліме қонар еді. Ал енді бүгінгі таңда біз қазір қаншама жылдар өтті. Бұлай шын айтқанда кейбір келісімшарттар бізді бұлайша сорып жатыр енді. Соны қазір қайта қарауға ондай туралы қандай әңгіме естіп жатқан жоқпын. Ал енді оны менің өзім ойымша осы жерлерді қайттан қарау керек. Бірақ оны да сындарлы, салдарлы саясатпен оны зерттеп қайта қарау керек. Сол жерде дипломатия керек. Осы жерде қарау керек. Ол инвесторлар да ақымақ емес. Олар алатын алды шетіне не дегенде. Енді қазіргі жағдайда бізден, өзімізден мамандар шығу керек. Болса өзіміз аяқ тік тұрған кейбір кәсіпорындарды біздің мемлекеттің өзіне өткізу керек. Өзіміз жұмыс істеуіміз керек. Сонда біздің үкімет ұлттық қорға қол сұқпайтын бола ма, әлде одан кейін де жалғастыра бере ма? Негізі, егер осы ұлттық қорға, негізі ұлттық қор өте дұрыс, оған негізі қол сұқпау керек, негізі. Өйткені мынандай ғой, біз мысалға қазір кейбіреулердің жобалауынша енді мұнай мәңгі емес қой. Мәңгі емес. Ал енді біз сол өзі былай беріп тұрған осындай
жаңағы мүмкіндікті кезеңді біз өте тиімді пайдаланамыз. Ол не? Біріншіден, жаңағы бізде өзімізде кәсіпорындарды құруымыз керек. Ұлттық мамандарды дайындау керек. Ұлттық өзіміздің дұрыс саясатымызды жүргізуіміз керек. Біз кадрларды дайындап, жаңа кәсіпорындарды дайындап, жаңағы содан кейін осылардың бәрін жүргізу үшін тағы жақсы мамандармен геологиялық барлау жұмыстарын, оның барын негіздеп, сондықтан соның өзінде біздің керекті жаңағы бағыт бағдарларымызды жасауымыз керек еді. Ал енді бүгін таңда ол қалай істелінді, сол көріп тұрмыз ғой енді. Бары бар, жоғы жоқ. Маусым айында қаржы министрі ұлттық қорда 65,7 миллиард доллар барын айтты. Бұл шамамен 31 триллион теңге. Ал қазір бірақ президент оның алдында 2029 жылға дейін ұлттық қордағы ақша 100 миллиард долларға жетуі керек деді. Санаулы жылдар қалды, үлгереміз ба? Ұлттық қорға 100 миллиард жинап? Енді белгілі жоспарлар бар шығар, бірақ дәл қазір мен енді бізде әртүрлі жаңағы жиындар өтіп жатыр, басқа өтіп жатыр. Сондай мәселеге ұмтылып жатқан көрмеймін. Өйткені жаңа өзің ғана қазір айтып отырсың, ұлттық қордан тағалай қарыз дейді. Енді бюджетті мынау қарыз алып төлеу деген енді ол өз әліңе қарамай жұмыс жасау деген сөз ғой. Әліңе қарамай жұмыс істеу жасау. Егер біз реальный мәселе көшетін болсақ, мына жақтан қаншама жер уже тоже ішті әлсіретіп аламыз. Былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң өгіз өлетін осындай кезеңге әкелдік. Бұл енді мына геосаяси басқа жағдайды айтпағанда, былай алып қарасақ, чистым виде десек, экономиканы дұрыс болжай алмай жатқан мәселелер бар. Оның үстіне ең ауыры мынау жемқорлық тыйылмай, ол ештеңке тыйылмайды. Жақсы проекттер. Қандай проект алсан, ар жағында бір қылмыстың құла қалтайып тұрады. Мемлекетшілдік керек болып тұр бізге. Бізге отансүйгіштік қасиеттер керек болып тұр. Бізге халқымызды сүю, өз халқымызды өзіміз жақсы көру, өз жерімізді өзімізді жақсы көру, осы қасиет бойымызға толық дарыта алмай жатырмыз. Тіл анау тұралап тұр. Экономика мынау. Бірақ бәріне бірден істеп жатқан сияқтымыз, енді бір әрекеттер, бір қозғалыстар бар ғой енді. Көтерілуге болмайды. Үкімет үйіне министрлерге көңіліңіз тола ма? Премьер-министрге? Біріншіден өте білімді, қазір шын айту керек, білімді, талантты жастар бар. Олар қазір егер дұрыс бағдар алса, негізі үшін мына кейінгі ұрпақ жаңағындай сол жастарға белгілі дәрежеде сенем. Өйткені мұнан бәрін көріп тұр ғой. Бізде қазір енді бірінші президентіміз қалай болды, ол кезеңдерден өтті. Ол жағында көрді олар. Бір шетін, бір шамасы сол жақта соны дәм татып әлі жүр сояқта. Екінші мына өзгеріске ұмтылған жағы бар. Сондықтан осыларды кейін осы жаңағы министрлік құрамын қалай жасақтау, соған көп нәрсе байланысты. Байланысты екен түсінікті. Бірақ көңіліңіз тола ма оларға, министрлерге? Бір шама біразы бар, жақсы жұмыс істеп жүрген. Мына кәдімгідей айтып отқандай біз бет алды алып, олардың бәрін жамандай берген маған ұнамайды. Ішінде мықты, сауатты жұмысқа әрекеттеніп жүрген адамдар бар. Ал енді кей жерлерде енді жаңағындай күлкін келеді ғой, жаңағы айтты ғой, Шерхан Мұртазағымыз, тыр жаңлашып отырмыз, алтық сандықтың үстінде деп. Соны терең ұғынып түсінетін кезең келді ғой. Қазір біз тез қозғалмасақ, уақыт өзі әртүрлі тарап біздің даже ішке біз өзіміз бірдеңке істегіміз келсе, оған да мүмкіндік болмайтындар жағдай болады. Геосаяси жағдай көріп, қазір әлемде практически бұл үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кеткендей болып тұр ғой. Болмасын әрине, қажеті жоқ. Бізге қазір
қай уақытта болсын елімізге, халқымызға тыныштық керек. Біз экономикалық мәселелерімізді соны тездетіп шешуіміз керек. Біз әуелетті тұғырлы мемлекет болуымыз керек. Соған ұмтылу керек барынша. Оған не керек? Кадр, білім керек. Халықтың денсаулығы, осындай мәселелер. Халықтың денсаулығы деп отырсыз. Халықтың әлеуметтік жағдайын қалай бағалайсыз? Біз қазір әлеуметтік мемлекетке айналып кеттік. Аурулар көп, әлеуметтік қамтамасыз етілмеген топтар көп. Оның бір жағында жаңағы бір жақ жыртығын жамайын деп былай жаңағыдай сол бағыттағы заңдар шығарсақ, бір шама топты біз анандай не қылып алдық, жай тұтынушы қылып алдық. Негізі бағдар мына әлеуметтік көмек көрсетіп, сөйтіп оларға жұмыс істеуге мүмкіншілік жасап, ол көтеріліп кетуіне жағдай жасауымыз керек та. Соған біз заңдарымызды бәрін соған қаумалап әкелуіміз керек. Енді біз бүкіл халықты айта алмаймыз ғой жалқау деп, бірақ ондай кейбір адамдар бар. Ал іште мықты іскер істеймін деп тұрған адамдарға мүмкіндік беріп біз көтеріп жүруіміз керек. Сонымен біз көтеріп жүреміз. Бірақ сол механизмдерді толық пайдаланмай жатырмыз ба? Бізде әлі ол өз дәрежесінде емес. Елдегі қазіргі орташа жалақы 390 мың теңге. Ең төменгісі 85 мың. Қазақстанда осы жұмысқа жарамды 9 миллионнан астам адам бар десек, жұмыс істей алатын, жасы келген. Оның ішінде ең төменгі жалақы алатыны 1 миллион 800 мың адам, 2 миллионға жуық. Жалпы 85 мың теңгеге өмір сүріп жатыр олар. 85 мың теңгеге бүгінгі қымбатшылық заманда өмір сүруге бола ма? Өте қиын. Ол ашин күнделікті нан жеумен. Соған байланысты әрине әртүрлі жағдайлар туады. Әбден ашынған халық жағдайы болмаса, ол әркім артынан ереді. Сондықтан ол жақсы нәрсе емес. Біз сондықтан мүмкіндігінше оларға бір жағы, білесіз бе, мынау көп шетелге барып келіп жатыр ғой, жігіттер, жас қыздарымыз анау жұмыс істеп көріп, ондағы жағдайды көріп келіп жатыр, мұндағы жағдайды көріп келіп жатыр. Бізде әңгіменің қысқасы, оларға жұмыс істейтін мүмкіншіліктер. Көп жұмыс орындарын ашуымыз керек. Біз жұмыс орындарын ашуымыз керек. И жеделдетіп. Бізге мысалы ауыл шаруашылығында айтамыз, әшейін элементар нәрсе. Анау жүндер шашылып жатыр, терілер шашылып жатыр. Ана баяғыда сүйекке дейін жинайтын, оның бәрі шашылып жатыр. Ал енді соларды атқаратын көп ақыл керек емес. Көршіміз мына Қытай тұр, жақсы көрейік, жақсы көрмейік. Оларда не бір станоктар тұр. Ауылда кішкентай бизнестердің бәрін өркендетуге. Сондықтан жай әшейін аудан көлемді алсақ, мына жерге не керек? Мынау керек. Давайте сол уақытта субсидия берейік та, анаға беріп қадағалайық, анау алып келіп, анау жұмыс істетсін. Сол мәселені атқарды ма, екінші мәселені ашайық. Қытайда бізде мысалы ойлайды, ауыл шаруашылығы болса тек қана ауыл шаруашылығын қатып қалу керек дейді. Тем более көбісінің анау үлескерлерінің жерін бәрін алып қойған. Ол жерде тола жұмыс негізі былайша айтқанда да әлі ана әділеттілікке жету үшін. Бірақ соған қарамастан, мысалы Қытайды қарасаң, тек қана ауыл шаруашылығын қатып қалған жоқ, бір кішкентай ауылдар мысалға люстра шығарып жатыр. Біреу ананы шығарып жатыр. Соны әкеліп мүмкіндік берексе, егерде штрафсан қылып, ақыры штрафсап жатырмыз ба, анау істегісі келмесе алдына әкеліп, ана станогына дейін беріп, мынаны істесең, мынаны аласың, мынаны істесең, мынаны алып керек те, для начала, бастау үшін. Содан кейін ары қарай жұмыс істемесе, онда уже одан алайық. Біз солай қылайық. Не қыламыз? Біз ананы бердік дейміз та, мұншама бюрократтық барьер қойып қоямыз. Қолдан. Анау баратты ойлайды, ара жүреді, бері жүреді, сауаты жетпейді, білім жетпейді, жүретін ақшада таппайды, басқа қылады. Сосын тоқтайды. Кейбіреулері вообще әшейін жұмыс істегісі жоқ бар адамдар. Диванда жатып алып, анау әйелінің алқығылын пособиясын қанағат тұтып, соның бір жартысын алып, жаңағыдай анау сонымен жүреді. Сондықтан кейде ойлаймын, бірақ бүкіл неге топырақ шашуға болмайды. Бірақ халықтың психологиясын өзгертіп, еңбекке тарту керек. Соны еңбек істегенге дейін барын алдына жаңағыда біз әшейін пособие беріп қоя салмау керек. Енді
бір бағытты алайық. Мына ауданға не керек? Мына жұмыстар ма? Соны қандай сыны керек? Соны ана конкурс жариялайық, ана адамдар істеймін десе алдына апарып берейік, станогын берейік, басқасын берейік, жұмыс істесін. Жер ма, жер. Мынау. Бәрін берейік та. Жетеді бізде бәрі. Оны беруге не кедергі енді? Мысалы біз аламызда гранттарды бөліп береміз. Ол гранттарды қазіргі ар жағында арам ойы бар деп айтуға болатын шығар енді ол кісілерді. Көпшілігінде сондай да өкінішке орай. Грантты алғанда басқа затқа жұмсап жіберіп, басқа бір отчет, фото отчетты жіберіп, сонымен құтыла салады мысалы. Иә, ол рас. Көпшілігінде сондай болғасын ғой, ол бәрі жаңағыдай кедергілер болып жатқан. И главное, ең қауіптісі, соны айтып жеткізе алмайсың да, дәлелдей алмайсың да. Өйткені қарасаң қағазға халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін анау-мынау гранттар жасады, субсидия беріп жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз. Сөйтеді аппаратта өзі жаңағы мен жақында ғана бір депутат сауал жасадым, оңтүстіктен солтүстікке көшуге байланысты мынау бос жатқан жер жау шақырады дегендей жаңағы көп босап қалған аймақтарға енді біз жаңағыдай сондай программа бағдарлама бар, сол бойынша жұмыс жасап. Бірақ рет әшейін сондай өте жақсы бағдарлама, сол дұрыс. Бірақ ол не? Халықты үгіттеу үшін мысалға жергілікті оңтүстіктегі әкімдерде анаған ақпарат бермейді. Сонда барса не болады анауына? Ал ана жақта да барғаннан кейін дұрыс қарсы алмайды. Жақтың өздерінің интересі бар. Оңтүстіктен барғанда көбісі орыс тілін білмейді, анау білмейді, мынау білмейді, жағдай суық, анау-мынау, оның бәрі, анау бәрі жұмыс істеуге құмбыл. Соныған сәйкес, егер соны дұрыс қабылдап, оның өйткені ол адамды қабылдаса, ананы сұрай береді ғой. Көшіп барған адам анау сұрайды, үй сұрайды, басқа сұрайды. Сол проблемалардың алдын үшін оны жолатпайды. Бір екінші ол жерде ол ашығын айту керек. Солтүстікте біраз әкімдер өз интересі бар. Олар жерлерді өздерінің ағайын туысына алып алған. Ол анау қалғандары. Негізі уже көбісін бізде тұрмайтын адамдар алып алған ғой жерді солтүстікте. Сөйтіп олар жаңағы оны президенттің өзі айтты ғой. Келеді, көктемде егеді, күзде барып бидайын орып алады. Болды. Сол жақсы өнім шықса, ол пайдан қалтасын басып алады. Жаман өнім шықпай қалып бірдеңке шықса, субсидия алады. Субсидия болады. Ал ана жерде тұратын халық жоқ, оның бәрін қолдан өздері көшіріп жүрді. Өте өкінішті. Сонда көріп тұрып қаның қайнайды. Соның бағасын мен сол облыстарда көп аралап көрдім. Өкінішті. Біз бұндай әрекеттермен соның шегіне жете алмайсың ғой, ешқандай қиын. Жалпы мен өзімді солтүстіктемін. Жалпы ол жерде қазір көш қалай жүріп жатыр? Тоқтап қалған секілді қазір. Ол көш тоқтап қалған жоқ. Енді анау күнде болды ғой, 20 сотқа дейінгі іс қозғалды деп бас прокуратураның өзі айтты. Сол әшейін мысалы көш-қонды жасап, сол анерге барып үй сатып алатындардың өзінен уже 1 миллиард ақшаны жеп қойған. Осымен қалай жұмыс болады енді? Сол кезеңде мысалға мен соларды аямай наказ жетсе, соған сондайға барам келеді. Бірақ ол дұрыс емес қой. Тағы да жаңағы заңдылық болу керек, демократиямыз бар, басқа бар, қарап анау-мынау дейміз. Бірақ шын айтқанда, егер де адам бір кішкене елін сүйіп жақсы көретін болса, осындай тірліктерге бармас еді. Тоқтайтын кезең келді ғой. Шегімізге жетіп бара тұр ғой осы жемқорлық. Енді оның бәрін көріп біліп тұрмыз. Неге сонша бара береді түсінбеймін. Сонда біз өзіміз сынаймыз да өзіміз сондайға барамыз. Жақсы рахмет, бұл жемқорлықтан. Сол үшін ана неге келе жатырмын? Жаңа штрафсынан болғанда кейбір мәселеде оны қолдаймын. Бірақ ол штраф салу дұрыс емес. Бірақ анандай мәселелерден кейін жемқорлық тәуелдікке баратындар аямау керек деген ой тұрады. Жақсы рахмет. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бірер жылда осы ел санасы дұрысталып, жаңағы өзіңіз айтпақшы, халықтың мәдениеті, көзқарасы, билікке деген, биліктің халыққа деген керісінше көзқарасы дұрысталып, еліміз бай қуатты болады деп сенеміз. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз. Парламентте елдің мұңын жеткізіп жүре беріңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін осымен Нұрлан мырзамен болған сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман
Сау болыңыздар.